Автокредитование бойынша сізде просрочка басталғанда дереу заңгердің көмегіне жүгініңіз деп айтамын. Және де машинаны банкке берудің қажеті жоқ деп айтамын. Бірақ алайда сізден енді машинаны банк алып қойған болса, ары қарай сіздің әрекетіңіз қалай? Бұл жерде банк сізге жаңағыдай график береміз, ары жазып кетіңіз, машинаңыз бірақ бізде штрафстоянкеде тұрады деп айту мүмкін, алайда бұл шындыққа жанаспайды. Ары қарай банк сотқа немесе нотариусқа баруға тырысады. Неге? Өйткені машинаңызды сіздің тезірек сату үшін. Банк машинаңызды әрине өз бетінше, өздігінше сата алмайды. Машинаңызды тек қана жеке сот орындаушы ғана сата алады. Ал ісіңіз жеке сот орындаушыға, яғни ЧСИ-ға бару үшін оған жаңағы соттың шешімі немесе нотариустың шығарған исполнительный надписі керек болады. Сондықтан да бұл жерде енді уақыт сізде өте тығыз, тезірек барып заңгердің көмегіне жүгінсеңіз болады. Өйткені бұл жерде олай жасамайтын болсаңыз, банк, яғни жеке сот орындаушы арқылы машинаңызды ең арзан суммаға сатып жіберуге тырысады. Одан кейін сіздің алдыңғы несиеңіз бойынша төлеген суммаларыңыз да жоқ, сізде машина да жоқ, еще сізге тағы да қарыз сумманы артып қояды, ары қарай сол сумманы тағы да төлейтін боласыз. Сондықтан да барынша автокредитование бойынша машинаны бермеуге тырысыңыздар. Бұл жерде жаңағыдай просрочкаға шығып қалатын болсаңыздар, сіздің машинаңызды тек қана полиция қызметкері немесе жеке сот орындаушысы алып кетуі мүмкін. Алайда банктың қызметкерлері сіздің машинаңызды ала алмайды. Бұл жерде сіз қарсылық танытатын болсаңыз, ешқандай да заң бұзушылық болмайды. Ал полиция қызметкері тоқтатып, немесе жеке сот орындаушы ЧСИ сізді тоқтатып машинаңызды алып қоятын болса, бұл заңды түрде, заңды болып табылады. Сондықтан да барынша автокредитование бойынша просрочка басталды ма, дереу заңгердің консультациясын алыңыз, немесе көмегіне жүгінуге тырысыңыздар. Өйткені бұл жерде сізде былайша айтқанда мүлік бар, ол мүлікті банк тез арада арзан суммаға сатуға тырысатын болады.